тік бұрышты үшбұрышта бұрыштар мен қабырғалардың қатынасын арасындағы формулаларды жазайық. Мәселен, біздер А қабырғасын немесе Б қабырғасын табу үшін, немесе гипотенузасын табу үшін олардың арасында мындай байланыс қатынас бар. Мысалы, А қабырғасын табу үшін А мен синус альфа деп мына жерге жазатын болсақ, қазір бұл қарсы жатқан қабырға мен гипотенузаның қатынасы. Мына жерде тағы бір жазып кетейік біздер. Тік бұрышты құраушы екі катет, бізде екі қабырға катет деп аталады. Гипотенуза. Онда қарсы жатқан катет пен мына бұрышқа қарсы жатқан катет ол Б болады. Гипотенузаның қатынасы Б-ның С-ға қатынасы ол синус альфа болады. Ал егер біздер синус беттаны алатын болсақ, бетта бұрышының синусын алатын болсақ, онда оған қарсы жатқан ол А қабырғасы болады. Яғни қарсы жатқан қабырға мен гипотенузаның қатынасы. Сонда мынандай формула пайда болады. Егер біздер косинусты жазатын болсақ, косинус альфа, онда іргелес жатқан қабырға мен гипотенузаның қатынасы. Іргелес, яғни қасында жатқан қабырға деген сөз. Іргелес, яғни А-ның С-ға қатынасы. Егер біздер косинус беттан алатын болсақ, косинус бетта, онда оған іргелес жатқан қабырға ол Б қабырғасы болады. Б қабырғасының гипотенузаға қатынасы деп жазамыз. Егер тангенс альфаны қарастыратын болсақ, тангенс альфа ол қабырға мен гипотенуза емес, қабырға мен қабырғаның қатынасы. Альфа болатын болса, онда тангенс альфаға қарсы жатқан қабырға Б, іргелес жатқан А болады. Онда қарсы жатқан қабырға мен қарсы жатқан катет пен іргелес жатқан катеттің қатынасы Б-ның А-ға қатынасы болады. Ал тангенс бетта ол бізде керісінше болады. Беттаға қарсы жатқан ол А болады. Қарсы жатқан катет пен іргелес жатқан катеттің қатынасы, яғни А-ның Б-ға қатынасы болады. Енді мына жерде байқасаңдар, синус альфа мен косинус бетта тең. Өйткені қабырғалардың қатынасы тең болып тұр. Б-ның С-ға қатынасы, Б-ның С-ға қатынасы тең. Жүрен осындай тұжырымды шығарсаңдар болады. Синус альфа косинус беттаға тең екен. Немесе косинус альфа синус беттаға тең. Себебі А бөлінген С болып тұр мына жерде. Мына жерде де А бөлінген С. Синус бетта ол косинус альфаға тең. Енді осындай формулалар арасынан шығып кете береді. Жақсы, бізге керегі тек қана мына формулалар, мына 6 формула. Осылар қолданып біздер білуіміз керек. Мысалы, мына жерде x-ті табуымыз керек, белгісіз қабырғасын жаңағы формулаларды қолданайық. Мысалы, мына жерде бізде x-қа қарсы жатқан бізге гипотенуза берілген, және қабырға, яқ 60 градус ол мына қабырғаға қарсы жатыр. Сондықтан біздер қарсы жатқан деген кезде синусты жазамыз. Синус 60 градус дейміз, тең. Қарсы жатқан қабырға мен гипотенузаның қатынасы. Қарсы жатқан синус ол қарсы катет. Қарсы деген бұрышқа қарсы. Бұрышқа қарсы жатқан катет. Үнемі бұрышқа қарсы жатқан катет болады синус. Олай болатын болса, синус 60 градус біздер енді кестені білуіміз керек. Синус 60 градус деген бізде түбір асты 3,
бөлінген 2. X бөлінген 18 дейміз. Бұл жерден бізде қарапайым пропорция шықты. X тең дейміз. Пропорция кезінде біз қарама-қарсы сандарды көбейтеміз да, қалған санға бөлеміз. Яғни 18 көбейтілген түбірасты 3 бөлінген 2 болады. 18 бен 2-ні қысқартсақ 1, 9 болады. 9 түбірасты 3 болады. Сонда біздің мына AC қабырғамыз X-іміз 9 түбірасты 3-ке тең. Келесі. Мына жерде біздер тік бұрышты үшбұрыш берілген және байқасаңдар мына қабырға тең деп көрсетіліп қойған. Тең болатын болса, онда мына қабырғамызда бізде X болады. Мынаны X деп белгілеп қойған болса, мынада X деп белгілеп қоямыз. Ары қарай 90 градус. Енді біз тең берілу үшбұрыш. Тең берілу үшбұрыш болғандықтан, оның іргелес, табанына іргелес жатқан мына екі бұрышы тең болады. Енді мына жер бізде 90 градус. Онда кез келген үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы бізде 180. Онда 180 азайтылған 90 дейміз. Ол бізде 90 шығады. Ал енді мына екі бұрыш бізде өзара тең болғандықтан, оны біздер алып 2-ге бөлеміз. Сонда бізде 45 градус шығады. Онда бізде мына жерде 45 градус болады және мына жерде 45 градус болады. Ал енді жаңағы қатынастарымызды, тригонометриялық қатынастарымызды жазып көрейік. Онда біздер енді мына қабырғаны аламыз ба, мына қабырғаны аламыз ба деп ойланбаймыз. Өйткені бізде екеуі де тең және бұрыштары да тең. Сондықтан синус аламыз ба, косинус аламыз ба, онда тұрған ештеңе жоқ, өйткені мәндері бірдей шығады. Мысалы, косинус 45 деп алайық. Енді альфа емес, мәні нақты бізде белгілі, сондықтан косинус 45 деп жазсақ. Онда, мысалы, мына 45 алайық, оған қарсы жатқан, іргелес жатқан мына x болады, енді қарсы емес, қарсы ол бізде синустар болады. Іргелес жатқан мына x болады, бөлінген гипотенузаға, яғни 30-ға. Косинус 45 градус бізде түбірасты 2 бөлінген 2, арға x бөлінген 30 градус. 30 деп жазамыз. Одан кейін тура жаңағыдай пропорция шығарамыз. X ол бізде түбірасты 2 мен 30-дан көбейтіндісі болады. Бөлінген 2 болады. 15 пен қысқартамыз, 15 болады. 15 түбірасты 2 деп жазамыз. Сонда біздің қабырғаларымыз 15 түбірасты 2, 15 түбірасты 2 болады. Мына жерде бізде екі катеттің қатынасы берілген. X табу үшін катет пен катеттің қатынасы бізде ол тангенс деп айттық. Онда тангенс 30 градус бізде ол неменен қатынасы? Ол мына бұрышқа, яғни 30 градусқа қарсы жатқан катет пен іргелес жатқан катеттің қатынасы болады. Яғни 4-тің x-қа қатынасы. Енді тангенс 30-ды біздер білуіміз керек. Тангенс 30 бізде түбірасты 3 бөлінген 3 болады. Тең 4 бөлінген x. Енді тағы да бізде пропорция шығады. X тең дейміз. Қарсы қабырғалардың көбейтіндісі, яғни 3 пен 4-ті көбейтеміз, түбірасты 3-ке бөлеміз. Мына жер 12 бөлінген түбірасты 3 болады. Иррационалдықтан құтылу деген бар. Онда біздер, яғни бөлімінде түбірасты иррационал сан болмау керек. Одан құтылу үшін біздер алымында, бөлімінде сол санның өзін көбейтеміз ереже бойынша. 12 көбейтілген түбірасты 3, 12 түбірасты 3 болады. Ал мына жерде түбірасты 3-тің квадраты ол 3-ке тең болады. 12 түбірасты 3 тең 12 мен 3-ті қысқартсақ, онда 4, онда 1, яғни жауап 4 түбірасты 3-ке тең екен. Мына жердегі NL, NX 4 түбірасты 3-ке тең болады. Мына жерде біздер x-ті табу үшін мына жерде бізде мына бұрышымыз 90 градус. 90 градус және C төбесінен D AB қабырғасына бізде тік бұрыш түсірілген. Яғни 90 градус болады мына жерде. Мына бұрыш бізде 30 деп көрсетіліп қойды. Мына жер 30 деп көрсетіліп қойған. Онда мына 90, мына 30 болатын болса, онда мына жер бізде 60 градус болады. Ары қарай
осы ACD кіші үшбұрышын қарастырып өтейік алдымен. ADC үшбұрышын қарастырамыз, ол бізде тікбұрышты үшбұрыш. Тікбұрышты үшбұрыш болатын болса, біздер тағы да сол ережені қолданамыз. Мәселен, бізге ADC үшбұрышында бәлкім оны қарастырмаймыз. Мынау егер бізде 90 градус болатын болса, С бұрышы тұтасымен, мынау бізде А бұрышы 60 градус болатын болса, онда бізде Б бұрышы нешеге тең болады? 180 азайтылған. Мынау С 90 бізде, сосын А 60 болады. 90 қосу 60 азайтатын болсақ, онда ол 30 градус болады. Яғни Б бұрышы бізде 30 градус болады. Олай болатын болса, біздер ADC кіші үшбұрышын қарастырмай, бірден ABC үлкен үшбұрышын қарастырамыз. ABC үшбұрышын, онда бізде тағы да екі қабырға берілген, екі катет берілген, AC катеті мен BC катеті берілген, және бұрыштарын біздер жаңағыны анықтадық. Олай болатын болса, біздер екі катет болған кезде тангенсті қолданамыз. Мысалы, тангенс деп қалағанымызды алсақ болады. Мысалы, тангенс бізде 60 градус деп алайық. 60 градусқа қарсы жатқан қабырға X пен іргелес жатқан қабырға ол катет 6 болады. Тангенс 60 градус бізде 2-ден түбірасты 3-ке тең, X бөлінген 6 деп жазамыз. Енді мына жерде түбірасты 3-дің астында 1 бар деп есептейміз. Сосын барып X тең болады бізде 6 мен түбірасты 3-ті көбейтеміз және 1-ге бөлеміз. Бәрібір бізде сол түбірасты 6 түбірасты 3 болып шығады. Яғни мына қабырғамыз 6 түбірасты 3 болады. Бізде LM X дейді. Яғни мына қабырғаны біздер табуымыз керек. Мынау X екен бізде. Осыны біздер табуымыз керек. Жақсы, мына жерде бізде мына үлкен үшбұрыштың өзі тікбұрышты үшбұрыш, мынау 90 градус К бұрышы. Ол бізде К төбесінен биіктік түсірілген 90 градус. Мына жер сосын 45 градус деп қойған бізге міне. Олай болатын болса, мына бұрышта бізде 45 градус болады. Себебі үшбұрыштың ішкі бұрыштарын қосындысы 180 деп аттық. Тағы да осы жерде біздер 45 деп тауып аламыз. Жақсы, ол 45 болатын болса, онда екінші жартысында бізде 45 болады. Өйткені біздер 90-ды ортасынан қақ бөліп жатырмыз. Олай болатын болса, біздер мына жақта да 90 градус қой. Биіктік 90 градуспен түседі. Мынау 45 болатын болса, онда мына бұрышта бізде 45 градус болады. Тағы да мына жерге және бізде көрсетіліп қойған, міне екі қабырғасы тең болатын болса 45 және 45 градустан болады мына жерде. Олай болатын болса, мына қабырғаға тең. Өйткені біздер көрсеттік, мына 45 градус, міне 45 градус. Онда EM бізде 6-ға тең болады. EM 6-ға тең. EM 6-ға тең. Онда LM-де бізде, LE-де бізде 6-ға тең болады. Өйткені тура сол ереже мына қабырғаға да орындалады. Мына 6 және мына да 6 болады. Онда бізде LM жаңағы айтқан X-іміз 12-ге тең болады. Себебі 6 қосу 6 ол 12. Бұны тез жылдам таптық. Мына жерге бізге трапеция берілген. BC 4 дейді. AD X-ті табуымыз керек. Яғни мынаны табуымыз керек біздер. Мынау X бізде. Тағы да мынау C, E, D үшбұрышын қарастырайық. Мынау бізде 45 градус болады. Себебі мына жерде 90 градус, мына жерде 45 градус. Онда бізде мына жерде 45 градус болады. Онда бұл тең берілу үшбұрыш. Мына қабырғасы мен мына қабырғасы тең. Өткен бұрыштары тең болып тұр. Сондықтан Е-де 12-ге тең болады. Мына төбесіне біздер қазір биіктік түсірейік. Былайынан. Сонда мына жер 90 градус болады. Оны H деп қояйық мына жерде. Мына жер 90 градус болатын болса, мынау 60 градус болатын болса, онда мына бұрыш бізде 30 градус болады. Мынау BC бізде HE-ға тең, ол 4-ке тең болады. 4-ке тең болады. BH биіктігі
ол CE биіктігіне тең. PH тең CE ол тең болады 12-ге. Өйткені бұлар өзара тең. Биіктіктері тең бірдей болады, сондықтан бұланы да біздер 12 деп қоямыз. Енді біздер A, B, H деген үшбұрышты қарастырамыз. A, B, H деген үшбұрышты қарастырамыз. Ол бізде тік бұрышты жаңа айттық. Сосын бұл жерде бізде бір катет берілген, және бұрыштар берілген. Біздер онда AD-ні табамыз. Ұмытпайық, AD-ні табу үшін біздер мынаны білеміз. HE 4-ке тең, сосын ED-ні білеміз. Ол бізде 12-ке тең. Яғни мынаны біздер біліп тұрмыз. Мына 16-ға тең екен. Себеп 4-ке 12-ні қосамыз. Енді бізге мынаны табу керек, сонымен тұтасымен мына X-ті табамыз, AD-ні. Ол үшін біздер мына үшбұрышта мына H-ты табу үшін синустар қатынасын қолданайық. Немесе мына катет қой бізде, мына катет және мына жерде мынада катет болады бізде. Екі катет болған кезде біздер тангенсті қолданамыз. Синусты қолданбай қойып, тангенс мысалы 30 градусты қолданайық. 30 градус міне бізде 30 градусқа қарсы жатқан қабырға ол бізде AH болады. Және іргелес жатқан қабырға 12. Онда тангенс 30 бізде түбір асты 3-ке тең. Түбір асты 3 тең дейміз. Сонымен біздер ары қарай жалғастырайық. AH бөлінген 12 дейміз. Бағанағыдай астында 12 бар. AH астында 1 болады. 12-ні түбір асты 3-ке көбейтеміз. Жауап AH бізде 12 түбір асты 3-ке тең болады. Онда барлығын қосамыз. 12 түбір асты 3 қосылған 4 қосылған 12. Міне барлығын қостық мына 3 кесіндіні. Онда мына екеуін қосамыз 16 болады. Қосылған 12 түбір асты 3. Жауап осылай қалады.